Бүгінгі тәрбие сағатымыз Шығыстың қос шынары, қос батырымыз Әлия Батыр мен Мәншүк Батырға арналады. Мұндағы мақсатымыз аттар аңызға айналып, ерлік істері барша ұлтты таң қалдырып, есімдері тарих бетінде алтын әріппен өрнектелген, ерліктің мәңгі алауын жаққан қазақтың қос шынары Мәншүк пен Әлияның жарқын өмірі. Және Ұлы Отан соғысындағы ерлік істері ұрпаққа үлгі өнеге ету. Әлия мен Мәншүктің жауынгерлік жолы да қысқа. Өмірлері аққан жұлдыздай жарқ етті де жоқ болды. Қамшының сабындай қысқа ғұмырларында ел сүйсінерлік ерлік жасады. Әлия мен Мәншүк есімдері қастерлеуге де, ұлықтауға да лайық. Олардың есімдерін қадірлеу, қастерлеу біздің сендердің борыштарын. Өйткені олар өмірлерін отан үшін қиды. Соғыс деген немене өзі, тек қана апат қырғын ба, арман, тілек, ақыл ойды апаратын құрдымға. Соғыс деген аққан соры ақ сүйектің құлдыңда. Соғыс деген төккен ары қыздың және ұлдыңда. Соғыс деген жаралмаған жалғыз ғана қан үшін. Соғыс деген сор айдаған содырлардың табысы. Соғыс деген сақамайтын эсуастар дәрісі. Соғыс деген сойқандардан қорғанғандар намысы. Соғыс деген сотқарлардың қолындағы найзасы. Қолданады, долданады, таусылғанда айласы. Соғыс деген зұлымдықтың айнасы. Біреулердің шығыны да, біреулердің пайдасы. Соғыстан қалт еткен кезде Шығыстың қос шынары алыстағы елдеріне хат жазатын еді. Бірден майданның алғашқы шебінде жүріп, Мәншүк Алматыдағы апасы Аминадан посылка алып, алмаға қарап, апасын еске алып отырған кезде, Әлия да қағазда тізесіне қойып, еліндегі бауыры Сапураға хат жазады. Сәлем саған, отаным. Сәлеметсің бе, қымбатты сіңілім Сапура. Жиі хат жазам, деймін саған, бірақ жағдай мүмкіндік бермейді. Сенің жазған хаттарыңды алған соң, бірнеше рет хат жаздым. Оны алған, алмағаныңды білмеймін. Жақында менен ұзақ уақыт хат болмаса, таңданым. Бұрынғы мекен жайға жаза бер. Себебін кейін хабарларым. Көкеме, жеңешеме және басқа да туыстарға менен көп сәлем айтып хат жазарсың. Егер көре қалсаң, мен үшін балалардың бетіне сүй. Өз денсаулығың, өмірің жайлы хат жаз. Көп жаз. Бетіңнен сүйдім, Әлия. Елен деумен, келер деумен күндіз түні, қайран шеше білсе уақыт озғанын. Жылдар бойы жүрдау үзбей үмітін, бозан белден күтіп қыршын боздағын. Қымбатты мама, көптен күткен хат пен посылка тура алғыс шепке жүргел тұрған сәтте ал. Бұл 1943 жылдың 10 қыркүйегі еді. Өзімен бірақ алма тисе де, мен қатты қуандым. Кішкене сыйлықты мен сияқты күткен жауынгерлер мен командирлер талап кетті. Үлкен рахмет, жолым сәтті болды. Ал қазір пулеметімен фашистерді мықтап аңдудам. Түнде мүлдем дерлік ұйықтамаймыз, ал күндіз тынығамыз. Міне, қалт еткен сәтті пайдаланып сізге жауап жазып отырмын. Қымбатты әпкетай, бүгін күндіз сәл тынығайын деп жатыр едім. Бірден ұйықтап кетіппін. Сізді түсімде көрдім. Жалпы қазіргі өміріңіз көңілді. Фашистермен қару тілмен келіссөз жүргізіп жатырмыз. Жеңіспен оралған соң айтатын нәрсе көп ақ. Қолыңды қатты қысып, құшып сүйемін. Оқ пен оттан аман оралып, ортамызда жүрген аға ұрпақтың жауынгерлік және еңбектегерліктерін әрдайым мақтан тұтамыз. Елімізді ғана емес, Европаны фашизмнің қара түнегінен азат еткен ардагер ағаларымыз бен апаларымызды кейінгі ұрпақ біз ешқашан ұмытпаймыз. Біз олардың алдында мәңгілік қарыздармыз. Сондықтан да біз Ұлы Отан соғысының ардагерлерін әрдайым қастер тұтамыз. Олардың ерліктері естен шықпақ емес. Жасылмен бояп қойған ба жап-жасыл таудың бөктері, қырларда мына ойларда жап-жасыл болып көктеді. Соғыстың соңғы көктемі көп болды жасыл тауларға, жап-жасыл бұлттар шөккелі, әкелді шуақ барманға соғыстың соңғы көктемі.
соғыстың соңғы көктемі. Көп болды нұрын төккелі, жап-жасыл анау аспанда, аспанда сірә көктеді, бойына таудың асылып, шұғыла тұрды көкмеңі. Қызғанып гүлін жасырып, қылтанақтар да көктеді, соғыстың соңғы көктемі. Жап-жасыл шыбық талдағы, орманның жасыл шекпені, қуанта бірақ алмады, сонау бір үйді шеттегі, соғыстың соңғы көктемі. Үзбейтін еді гүлдерді, жем тасып құсқа беретін, кішкентай қос қыз жүрегі, даланы жақсы көретін, дегендей, Әлия мен Мәншүк апаларымыз қазақтың кең байтақ даласын қорғап кетті.